Саламатсыздарбы әріптестер? Бүгін мен сіздерге Canva сервисінің мүмкіндіктерімен және саймандар тақтасымен таныстыратын боламын. Canva программасына жұмыс жасау үшін Яндекс немесе Google браузеріне іздеу жолағына Canva деп жазасыздар. Осыны жазған кезде сіздер жоғарыдағы бірінші логотипі көк болып, соны басамыз. Сізге осындай терезе ашылатын болады. Ең бірінші жұмысты тіркеуден бастаймыз. Оң жаққа назар аударыңыз, зарегистрироваться деген батырманы басасыз. Сол кезде осындай окошко ашылады. Мен қазір тіркелуді Google аккаунтпен тіркелемін. Үш түрі бар негізі тіркелудің. Біреу Google аккаунтпен тіркелеміз, екіншісі Facebooktағы аккаунт арқылы тіркелуге болады, үшіншісі электронды почта арқылы тіркелуге болады. Енді мен алдында сіздерге көрсету үшін Google аккаунтқа тіркелген болатынмын. Осылай бастайсыздар. Мен осы аккаунтпен тіркелдім. Мен қазір тіркеліп қойдым ғой, мен сразу автоматически кіріп жатыр. Ал сіздерден сұрайды ол тіркелген кезде. Сіз ұстазсыз ба, немесе бизнесменсіз ба, әлде оқушысыз ба деп, сол кезде өзіңіздің жаңа преподаватель дегеніңізді басасыз. Сол кезде сізге осындай терезе ашылатын болады. Мінекей, тіркелу жолы осындай болады. Енді саймандар тақтасымен таныстыратын болсам, мына жақтағы тұр ғой, шаблоны, возможно, обучение, тариф деген мына саймандар тақтасына кіреді бұларда. Осының ішінде шаблонымен таныстыратын болсам, бұл жерде біздің жұмыс жасайтын аймағымыз осы жерде болады. Қарап отырсаңыздар, бұлар әртүрлі бағыттарға бөлінген. Мысалға, социальный сети дейді, әлеуметтік желілерге сторис немесе пост жазуға, актуальный жаңағы логотиптер қоюға, ВКонтактеде пост жасауға, аватаркаларды жасауға, Facebook желісіндегі суреттерге пост жазуға барлығына осы жерден алсаңыздар болады шаблонды. Персональный деге, яғни жеке дара өзіңіз шақыру билет жасасаңыз, ашық хат жолдасаңыз, түйіндеме жасауға, шақыру билет мысалы тойларға, өзіңізге жұмыс планерін ұйымдастырсаңыз, коллаждар жасауға болады. Осы жерден аласыз шаблондар. Бизнес бөлігіне қарайтын болсаңыз, презентацияның көптеген форматтары. Бұл жерде логотип жасауға болады, сіздің жұмысыңызға қажетті визиткаларды ұйымдастыруға болады. Сыйлық сертификаттары немесе коммерциялық ұсыныстарға байланысты өзіңіздің прайстарын жасауға болады. Енді маркетинг бөліміне келетін болсақ, бұл жерде бізге жұмысқа қажетті инфографиканы пайдаланамыз, буклет жасауымызға болады, афиша, әртүрлі рекламалық осы қажет. Енді образование келетін болсақ, біз мысалға диплом, грамота, сертификат және школьный плакаты деген жерде өте бір мектепке қажетті түрлі түсті көз тартарлық плакаттар бар. Осы жерден алсаңыздар болады шаблонды. План урока деген жерге кіріп қарасаңыздар, көптеген сабақ жоспарының шаблондары бар, үлгілік. Сосын құрмет грамоталарын барлығын осы жерден алсаңыздар болады. Түрлері өте көп. Енді мына жерде тренды деген жерлерде мысалға аса қатты бізге қажеттік туындамайды. Егер де қызығушылығыңыз болып жатса, осы жерде қарап көрсеңіздер болады. Енді саймандар тақтасын ары қарай жалғастыру үшін мен мына сторис инстаграмы деп тұр ғой, соған басып көрейін. Қараңыздар, мінекей инстаграм желісінде көптеген стористі әдемі болып жасайды ғой. Осының барлығын осы жерден алып сіз де жасай аласыз. Кез келген суретті алайық. Кез келген суретті алып өзгертіп сонымен жұмыс жасайық. Қарасаңыздар, мына жерде міне үш түрлі. Мына жерде қарасаңыздар, суреттің мына соңғы жағында про деген жазуы бар, про. Сосын кейбір жерінде доллардың суреті, мінекей платный деп. Яғни проға алу үшін онда сіз өзінің несі бар, тарифтары бар да, соған қосыласына ақша төлеп қосыласыз. Сол кезде сіз мына платныйлардың барлығын жүктей аласыз. Енді бізге дәл қазір тек қана мына платный версиядағыны ғана ала аламыз. Сол үшін қажетті бір платныйда тұрған бір шаблондарды іздеп көрейік. Мінекей астында өте көп варианттар. Сондықтан осы жерден алсаңыздар болады. Қажетті мынаны ала берейін. Егер де сізге мына формат ұнайтын болса, онда изменить деген басасыз. Егер де көріңіз тағы да астында тағы да бар ма ұнайтын сізге, осыған ұқсас. Осыған ұқсас болып тұрса, тегін нұсқада, онда көріңіз.
мінекей жоғары жағына шығып, жоғары жағына шығып, мынаны ала берейікші осыны. Изменить шаблонды басамыз. Изменить шаблонды басқаннан кейін осы жерде өзгертуімізге болады. Так, мына сурет ұнамайтын болса, жарайды, осыны өзгертейікші. Мінекей, доброе утро деп тұр, осы жерді өзгертуімізге болады. Жазуын ше, мысалға. Қазақша шрифттардың барлығын оқиды. Осылай жасап, қазір мына жерде міне шрифт өзгертуге болады бізге. Және бұл жерде мына былай кішірейтуге де болады. Енді бұл өте ұзақ болып кетеді ғой. Сондықтан мен бұны мына жерге барып өзгерттім. Түсінде өзгертуге болады. Мына жирный, курсив дегенді осылай қойсаңыздар болады. Мен мына жерге мына ішіне суретті өзгертемін. Ол үшін мен бір рет басып, мына жердегі саймандар тақтасына қараңыздар. Элементы деген бар. Ол мына жердегі әртүрлі элементтерді мына жерге қоюға болады жан-жағына. Мына жерде көптеген суреттерді ауыстыруға болады ше, рамкаларын. Енді маған мына телефонның ішіне сурет салғым келеді. Ол үшін мен загрузкеде басамын. Сосын загрузить файлы деген, значит, компьютерден сурет жүктеу деген сөз ғой. Ол үшін біз суретті мына галереяға кіріп, загрузкеде ма, қайда тұр суреттеріміз? Біздің суреттер қайда тұр? Мына жерде олардың суретті ашып тұрғандай. Олардан ала берейін. Не көрдіңіз? Мына бір сурет жүктейін. Осылай жүктейсіздер. Мынау компьютерден келіп жүктеліп жатыр канваның ішіне. Ол сразу мына жаққа бармайды. Егер мына жерде тұрса, ол суреттер, значит, ол канваның ішінде тұр. Сонда сіз спокойно жаққа бара аласыз. Енді, оны көрдіңіз бе? Жүктелді сурет. Енді барып оны қоя аласыз. Мысалға, мына суретті барып былай қоямыз. Осылай сразу кіргізуге болады. Немесе былай жасайсыз. Мына суретті бір рет шертіп қаласыз, ол мына жерге тұрады осылай. Осыны ұстап тұрып, бүйтіп, сәл қозғалтсаңыз, мына телефонның ішіне кіреді осылай. Осылай өзгертуіңізге болады. Сосын мына жерге немесе жаңа жылдарыңызбен, немесе туған күн кешіне шақырамын деген сияқты өзіңіздің неңізді текст жазасыз ғой. Так, мына жерге шрифтті өзгертейін. Мына жердің барлығына жаңағыдай менюді жазуы өзгертуге болады, әртүрлінен жазып. Туған күн кешіне шақырамын деп осылай жасап қойдым. Назад. Осындай бір шақыру керек жасадым. Мына жерде түсін өзгертуге болады, мінекей. Осылай түсін өзгертіп, ұнамаса, мына шрифті де өзгертіп тастауға болады. Осындай сурет шықты. Егер де мына сурет ұнамаса, ауыстыруыңызға болады, жүктелген тұр ғой. Осы жерден алып осылай қойып, мынаны былай басып жібересіз. Сонда мына жүктеледі мына жерге. Сурет жараспай тұрса, қайтадан алып былай өзгертесіз да. Міне. Осылай өзгерте беруіңізге болады. Мінекей осындай сториске арналған шаблон. Енді бұны сақтау үшін поделиться деген тұр ғой, оң жақта, соны басыңыз. Поделиться басамыз. Скачать. Енді суретті сақтаудың мына жерде мына JPEG деген тұр ғой, JPEG деген, соны басыңыз. Мына жақта стрелка тұр, көрдіңіз бе? JPEG деген осы жерден шығады. Сосын барып скачать деген бар. Скачать деген басасыз. Қазір ол сақталады. Мінекей, сақталып жатыр. Сторис дайындадық. Енді тура осы шаблон керек болатын болса, бұның көшірмесін алу үшін былай жасайсыз. Құр добавить страница десеңіз, ол қандай қап-қара болып шығады.